Сәлем оқырман. Бүгін болса эфирде Қосылай ханзадасы басталды. Бірінші кезең ол қай кезде әдеттегідей болатын, ол өз-өзін таныстыру. Жігіттердің біреуі өте жақсы дайындықпен келсе, біреулер тіпті сөзін жаттамай келгендері де бар. Қазылар алқасы Нұржан Халжан, Бауыржан Зорбай болды. Тағы пікірлермен бөліскен ол ержігіт пен Данияр еді. 10 қатысушы қатысуда және ерекше атап кететін ол Нұрдаулет. Ол жобадағы қатысушы ма, соны біліп қоймадым, білетіндеріңіз жазып кетсеңіз. Таныстықтары ерекше өтті, біреу көрініс жасап, екіншісі өлеңмен, үшіншісі қара сөздермен таң қалдырды. Өте жоғары деңгейде өзіме ерекше ұнаған, 10 балды ұтып алған ол Нұрдаулет. Шындап осы ханзадалыққа ие болатыны көрініп тұр. Дайындығы өте керемет, актерлік шеберлігі тұнып тұр. Өзінің таныстыруын өте әдемі, мұңғы етіп жеткізді. Айда қасында оның көмегі зор енді, нағыз жұп бұйыртса екеуінен той күтеміз. Шерхан болса бір әділ қазы 9 ұпай берсе, екіншісі 8 ұпайды тағайындады. Шерханның өлеңі жақсы болды, ансамбльмен айтқаны да керемет кетті. Бірақ бір жаманы сөзін жаттамай, бір ақ күнде дайындалғаны көрініп қалды. Ақбота өз қолдауын көрсетті, ханзада Шерхан болады деген сеніммен жүргені көрінеді. 7 ұпайды егерген ол Димаш болды, домбырасымен жақсы ән салды, керемет дауыс. 6 ұпайды Төлепбергенов Тимурға берілді. 5 ұпай болса Ернар, 4 ұпай Ерасыл. 3 ұпай Айбек, ол бірінші болып бастаған болатын. 2 ұпай Расылбек, 1 ұпай Нұрдаулет. Осылай өтті бірінші кезең, ал сіз кімді қолдадыңыз? Әділ қазы шығарған нәтижемен келісесіз бе? Әділ өтті ме? Дұрыс ұпай берілді ме? Жазып кетіңіз, кім жеңеді деп ойлайсыз? Ал енді көрермендердің пікірлерін оқысақ. Нұрдаулеттікі таныстыру емес, өмірбаянын айтып кетті ме, не қылды? Бір көңілді өткізуге болмас па еді? Айданы жақтаушы едім. Пікір көтере алмайтын болып, аспанда шалықтап жүр ғой. Вообще, Нұрдаулет неғып қатысып жатыр? Вечно эфирде болмайды. Ханзада болатын кезде сразу келгенше ал таландар фанаттары. 5-ші сезон солардың фанаты болам, осы жолы жақпай қалды. 2 күндегі дайындық болғаны үшін ол қағазға қарады. Ол тоқтап қалып айтты. Дегенді есепке алмау керек. Бастысы толық таныстырып шықса болды деу керек еді. Нұрдаулетке онда 10 қойғанына келіспеймін. Былтырғы сценариймен биылда шыққаны 2-ші рет қайталанған, таныстыру өзіне де жаттанды боп, актерлікті қосып жібергені көрініп тұр. Шерхан қағазға қарап айтты, қазылар. Оған бұрды, түкте жақсы айтқан жоқ. Оған 3 қою керек еді. Просто Нұрдаулет, Шерханның қолдаушылары көп, атак былай қарасан Айбек пен Ерасыл күшті шықты, әсіресе Ерасыл креативні шықты. Дейді оқырмандар Қосылайдың Instagram парақшасында. Ал сіз кімге дауыс бердіңіз?